Jay Aldo, Conor McGregor, the most highly anticipated featherweight fight of all time. Here we go! Every other champion gets a belt and they don't want to go up, or they don't want to go down. I'm going straight up. Siz onu жақсы көресіз бе немесе жек көресіз бе? Конор Макгрегор сөзсіз жекпе-жектегі ең үлкен есімдердің біріне айналды. Оның пресс-конференцияға қылықтары, ерекше жекпе-жек стилі оған әлемдегі миллиондаған жанкүйерлердің назарын аударуға мүмкіндік берді. Сәлем достар, сіздермен Уинстон каналы. Бүгін біз ирландиялық боец, UFC-дің жарық жұлдызы, әр өткізген жекпе-жектері миллиондаған қаралым жинайтын және жеңіл, орта жеңіл салмақтың бұрынғы чемпионы, UFC-дің басты шоумені Конор Макгрегор жайлы болмақ. Бүгін біз чемпионның қалай UFC-ге келгендігі, қалай танымал болғандығы жайлы айтамыз. Видеоны бастамас бұрын сіздерді каналға жазуларыңызды сұраймын. Бұл маған әрі қарай жұмыс істеуге мотивация болатын еді. Жазылсаңыздар, видеомызды бастаймыз. Конор Энтони Макгрегор 1988 жылы Ирландия мемлекеті Дублиннің оңтүстігіндегі Крумлин маңында дүниеге келген. Конор жас кезінде футбол мен бокс сияқты спорт түрлеріне қызығып, тіпті Крумлиндегі бокс клубында жаттыққан. Осы аймақта өзінің керемет боксқа деген қабілетін аша бастады. Дәл осы жерде ол Фил Сатклифф есімді адамды кездестірді. Енді Фил оның бокстан жаттықтырушысы болды және Конорға көптеген дағдыларды үйретті. Өкінішке орай Конор 17 жасында оның отбасы Луканға көшті. Бұл аймақ ата-анасы үшін орынды болып саналды. Бірақ Конор үшін жаттығу залын және онымен бірге оның достарынан айырылуды білдірді. Макгрегор мектепке қызықпағандықтан, ол күн көру үшін сантехниктің шәкірті болып жұмысқа орналасты. Ол алдағы жекпе-жектерге дайындалу үшін спортзалға барар алдын 12 сағат жұмыс істеді. Конор өз жұмысын жек көргені соншалықты жұмысында қалғысы келмеді. Осылайша Макгрегор көп ұзамай сантехниканы тастап, MMA мен толық уақыт айналысуға шешім қабылдады. Ал ата-анасы бұған қатты қарсы болды. Бірақ Конор өз шешімін қабылдады және оның мақсаты айқын еді. Шамамен осы уақытта Конор MMA мансабында оның жанында болатын, оған сенетін, оған қолдау көрсете білген Дивлимен танысты. Ол Конорға чемпион болатындығын және ең бастысы Конордың арманына сенді. Қатты қиыншылық көрсе де Конордың жақсы тамақтанып, жақсы дем алуын қадағалап жүрді. Конор 2007 жылы 17 ақпанда Дублиндегі Irish Ring of Truth рингіне қатысып, MMA бойынша дебют жасады. Ол бірінші раундта әріптесі әуесқой боксшы Карен Кэмпбеллді нокаутқа түсірді. Алғашқы жеңісінен кейін промоушн оған өздерімен бірге жаттығуға рұқсат берді. Және ол көп ұзамай әйгілі жаттықтырушы Джон Кевиннің қол астында жаттыға бастады. Макгрегор өзінің алғашқы кәсіби MMA жекпе-жегін 2008 жылы наурызда өткізіп, Гарри Морристі екінші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Кәсіпқой ретінде ол өзінің алғашқы 6 жекпе-жегінде 4 және 2 ұпай жинап, үлкен потенциалын және көптеген жылдар бойы жақсартуды қажет ететін бірнеше бағытын көрсетті. Макгрегор өз ойынындағы олқылықтардың орнын толтыру үшін тынымсыз жұмыс істеді және көп ұзамай оны атақ пен байлыққа жетелейтін тарихи жарысты бастады. Макгрегор әр қайсысында келесі 8 жекпе-жекте жеңіске жетті. Осы уақыт ішінде ол жеңіл және орта жеңіл салмақтағы Cage Warriors чемпионаттарын жеңіп алып, бір уақытта 2 дивизионда титулға ие болған алғашқы европалық кәсіпқой боксшы болды. Конордың жетістігі UFC президенті Дана Уайттың назарын тез аударды. Макгрегор UFC-мен контрактқа 2013 жылы қол қойды. UFC-дің мансабының басталуы 2013 жылдың сәуірінде. Конор Макгрегор өзінің көптен күткен дебютін жасады. Ол Маркус Бриджге қарсы октагонға шықты және техникалық нокаутпен жеңді. Конор Макгрегор бұқаралық ақпарат құралдарына UFC-ден алдын оның аман қалуы үшін әлеуметтік чектер жинағандығын, сондықтан жеңіс Макгрегор үшін үлкен тарихи сәт болғандығын айтты. Жеңіс сонымен қатар Макгрегордың Инстаграмдағы қазіргі танымал парақшасындағы алғашқы жазбасына айналды. Оның келесі жеңісі Макс Холлоуэйге қарсы болды. Ол
жекпе-жек кезінде крест тәрізді байламды жыртып алғанына қарамастан төрешілердің шешімімен жеңді. Содан кейін ол UFC-дегі 3-ші кездесуінде турнирдің басты тақырыбы болды. Диего Брондаға қарсы оның туған қаласы Дублинде жекпе-жек өткізді. Диего Бронда ол мен ешкім күрескісі келмейтін адам еді. Содан кейін ол зұлым болып көрінетін. Макгрегор жекпе-жекте керемет жеңіске жетті және Диегоны нокаутқа жіберді. Содан кейін Ирландия жұртшылығы бұл жеңісті атап өтті. Макгрегордың жұлдызды күші жылдар бойы айтарлықтай өскені белгілі болды. Осы сәттен бастап Макгрегор өзінің даңққа көтерілуін жалғастырды. Келесі жекпе-жегінде Дастин Пориеге қарсы шықты. Ол бірінші раундта ақ Дастин Пориені нокаутқа жіберемін деп болжағандай, бірінші раундта үлкен соққы жасап Пориені келген жеріне қайтарды. Және дәл осы жекпе-жекте Конорға мистикалық сиқыршы деген лақап берілді. Денис Сиверге қарсы болған жекпе-жегінде нокаутпен аяқтады. Бірақ ең қызықты сәт жекпе-жектен кейін болды. Конор клеткадан асып, көрермендердің арасында отырған Жозе Альдоға келесі өзі болатындығын айтты, және де одан қорықпайтындығын білдірді. Оның UFC-дегі 5 жеңісі Макгрегордың белбеу үшін жеңіл салмақтағы король Жозе Альдоға қарсы жекпе-жекті кезекке қойды. Жозе Альдо бразилиялық джиу-джитсудан қара белдік иегері, тайский бокстан специалист, 10 жыл ішінде ешкімге жеңілмеген. Жекпе-жек 2015 жылдың қаңтарында жарияланды және сол жылдың шілдесінде UFC 189 жетекшілік етті. Олар тіпті Бразилия елінде де, Макгрегордың туған қаласы Дублинде де жекпе-жекті дамыту үшін 12 күндік әлемдік турға аттанды. Бірақ Альдо қабырғасынан жарақат алып, жекпе-жектен кетуге мәжбүр болған кезде Чад Мендес оның орнына келді. Макгрегорды жекпе-жек барысында оны бірнеше рет құлатқанына қарамастан, Макгрегор қайта оралуды жалғастырды. Макгрегор шынтағын қолданды. Ол Мендесті төменнен ұрады, оған соққы береді. Мендестегі барлық қуатын алуға тырысады, өйткені ода күш қалмаған еді. Мендес шаршады. Мұның бәрі Конор үшін өз жемісін берді. Қыңыр соққылар, аяқпен соққылар, сол жақтан, оң жақтан және сол жақтан үлкен соққы. Мендес еденде. Барлығы аяқталды. UFC-дің жаңа уақытша чемпионы Конор Макгрегор. Ол тордың жоғары жағында. Конор тізесіне құлағанын және сіз оның физикалық, эмоционалды, мүлдем шаршағанын көре аласыз. Ол өмірінің осы сәті үшін бәрін бергендей. Конор Макгрегор үшін сюрреалистік сәт болды. Ол эмоциясын әрең дегенде ұстап тұрды. Өйткені белбеу оның беліне оралған болатын. Ол уақытша чемпион болғысы келмеді. Ол официально чемпион болғысы келді. Уақыт Макгрегорға Альдомен тағы бір рет күресуге мүмкіндік берді. Конор Альдоның оңай шағыла салатын жаңалық емес екенін білді және конференция кезінде білгенін істеп Альдоны балағаттап психикалық қысым көрсетті және бұл психикалық қысым жекпе-жек басталар кезінде өз әсерін берді. Альдо өз-өзіне сенімсіз октагонға көтерілді, ал Конор Макгрегор октагонның королі кім екендігін көрсетті. Альдоның сенімсіздігі Конор екеуінің қол түйістірген кезінде ақ байқалды. Альдо Конордың көзіне тік қарай алмады. Альдо жекпе-жек басталарға дейін басын төмен салбыратып тұрды. Конор Альдоны 13 секундта нокаутқа жіберді және абсолютті чемпион атағын Альдодан тартып алды. UFC тарихындағы екінші орта жеңіл салмақтағы чемпион бола отырып, сонымен қатар компания тарихындағы ең жылдам чемпионат рекордын орнатты. Бір соққымен таңғажайып нокаут, ұмытылмас сәт болды. Әсіресе ол 10 жылдан астам уақыт бойы жеңілмеген адамға қарсы жекпе-жекте орын алды. UFC 194-тегі жеңісімен Макгрегор 2 дивизионда UFC чемпионы болуға ниет білдірді. Ол бұл мақсатқа Cage Warriors промоутерінде қол жеткізді. Сондықтан ол UFC-де де солай істегісі келді. Ол жеңіл дивизионды нысанға алды және көп ұзамай жеңіл салмақтағы чемпион Сантоспен UFC 196 жекпе-жегінде күресетінін айтты. Бірақ Сантос бұл жекпе-жектен бас тартуға мәжбүр болды. Оның жаттығу барысында аяғын сындырып алғандығына байланысты жекпе-жек болмайтындығы жөнінде мәлімдеді. Нейт Диас бұл жекпе-жекке араласып, өзінің октагонда Макгрегормен кездесуден қашпайтынын айтты. Назар аударыңыз, қазіргі жекпе-жек жартылай орта салмақта. Бұл Макгрегор үшін үлкен қауіп болды, өйткені ол салмақ дәрежесіне көтерілді. Макгрегор фаворит ретінде күресті. Нейт Диас ақыры оны шаршатып, Макгрегорды соққы беруге мәжбүрлеп, екінші раундта анаконда сияқты октагонның ортасында тұншықтыру
тұншықтыру әдісіне салды. Бұл Макгрегордың UFC мансабындағы алғашқы жеңілісі болды. Ол 15 жекпе-жектің жеңісті сериясын аяқтады, бірақ бұл жеңіліс оны ұзақ уақыт бойы тоқтатпады. Оның орнына Макгрегор гонорарға келісіп, екінші рет қажетті түзетулер енгізіп, ешкімнен қашпайтынын және қайтып оралатынын айтты. UFC 202 жекпе-жекте реванш өтті және жекпе-жек тағы да жартылай орта салмақта болды. Бұл кездесу UFC тарихындағы ең есте қаларлық жекпе-жектердің біріне айналды. Бірінші раундта ақ Конор өзінің кім екенін көрсетті. Бұл жекпе-жекте Конордың Диастан бір саты жоғары екенін көрдік. Үшінші раундта Диас Конорға қысым көрсете бастады. Диас Конорға оңнан солдан соққылар жіберді. Бұл соққылар межеген жерлеріне тиіп отырды. Бесінші раундта Диас тейкдаун алды. Бірақ ақырында Макгрегор Диаспен болған 5 раундтық соғыста аман қалып шешім бойынша көпшілік дауыспен жеңіске жетті. Нейт пен Конор сол түні түрлі жекпе-жек марапатына ие болды және бұл оқиға сол кездегі ең көп сатылған ақылы көрініс еді. Нейтпен қатарынан екі классикалық жекпе-жектен кейін Макгрегор жеңіл салмаққа көшті. Өйткені ол бұрын жеңіл салмақтағы жаңа чемпион Эдди Альвареспен күресуді жоспарлаған болатын. Екеуі UFC 205 турнирінің басында және Madison Square Garden'да өткен алғашқы UFC турнирі еді. I just don't give a fuck. Featherweight champion of the world, the notorious Conor McGregor. 154.5 for the challenger. Конор Альваресті екінші раундында техникалық нокаутпен жеңіске жетіп, тағы бір әсерлі қойылым көрсетті. Өз кезегінде екі дивизионда да бір уақытта UFC чемпионы болды. Бұл Конор Макгрегор үшін тарихи жетістік еді. Ол MMA бойынша әлемнің шыңына жетті. Эдди Альваресті жеңген тарихи жеңісінен кейін Макгрегор тұңғыш баласының дүниеге келуіне дайындалу үшін жарыстан үзіліс алуға шешім қабылдады. Конор Макгрегорға UFC чемпионы болғаны жетіспеді. Ол бокс тарихындағы ең үлкен жұлдызбен күрескісі келді, Флойд Мейвезермен. Флойдпен бокстасқысы келетінін және оны нокаутқа жіберетінін балағат сөздерімен Мейвезердің ешкім еместігін Макгрегор өзінің бірнеше UFC пресс-конференциясында айтқан еді. Бокстағы супержұлдыз MMA-дегі супержұлдызға қарсы. Бірақ Конор Макгрегор үшін ақша маңызды еді. Ол осы жекпе-жектен ақша тауып алғысы келді. Пресс-конференция кезінде екеуі бір-бірін жерден алып жерге салды. Небір балағат сөздер айтылып, бір-бірінің психикасымен ойнады. Жекпе-жек барысында Макгрегор мақтауға лайық, өйткені ол UFC-дегі ең үлкен жетістікпен бокс төріне көтерілді және атақты Флойд Мейвезерге қарсы алғашқы бокс кездесуінде жеңілісіне қарамастан 10 раундқа шыдас берді. Конор жеңілгеніне қарамастан бұл жекпе-жектен 100 миллион ақш долларын қалтасына салып кетті. Конор MMA әлемінен 2 айтыс қалуды жалғастырған сәтте Хабиб Нурмагомедов жеңіл дивизионды басып ала бастады. Ол бірнеше титулға негізгі үміткерлерді жеңді. Жеңілмеген Хабиб көп ұзамай 2018 жылдың сәуірінде жеңіл салмақтағы титул үшін күреске дайын болды. Жекпе-жектің басталуына бір апта қалған сәтте бірнеше оқиғалар тізбегі өрбіді. Ең бастысы Конордың Хабиб отырған автобусқа шабуылы болды. Оқиға салдарынан бірнеше адам жарақат алды. Ал Макгрегор қамауға алынды. Кейінірек Макгрегор бұл шабуыл Хабибтің өзінің командаласымен кездескені үшін кек екенін түсіндірді. Айта кетсек, оның алдын Хабиб жеңіл салмақтың чемпионы атағын алған болатын. Конор Макгрегор жеңіл салмақтағы чемпион атағы үшін Хабиб Нурмагомедовпен күресу үшін UFC-ге оралады. Жекпе-жек UFC 229 турнирінің басты тақырыбы болды және конференция кезінде екеуінің арасында араздық туындады. Барлығы Конор қалағандай болмады. Себебі Хабиб Конорды 4-ші раундта тұншықтыру әдісімен жеңді. Жекпе-жектен кейін бірден екі жақ төбелесе жөнелді. Нәтижесінде Хабиб пен Конор дисквалификацияланды. Қазір Конор Макгрегор бай спортшылардың қатарында. Ол өз жекпе-жектерінде орта есеппен 3 миллион ақш долларын тапқан және жекпе-жектерін 3 есе қымбатқа сатқан. Конор бірнеше демеушілермен контрактқа отырып 2021 жылы 160 миллион доллардан аса ақша тапқан. Сол жылы Forbes бойынша ең бай спортшылардың қатарын бастаған. Ол рекламалық контракттар арқылы ақшаны күректеп тапты. Ол Reebok, Monster Energy сынды брендтермен контрактқа отырған. Оның Instagram'да
ағымдағы бір рекламасы қазіргі таңда 125 мың ақш долларын құрайды. Макгрегордың байлығы 2022 жылы 400 миллион ақш долларына бағаланған. Мұның бәрі Конордың табандылығы мен мақсатына деген ұмтылыстың және жұбайы Девлиннің Макгрегорға берген мотивациясының арқасында. Сонымен достар, бүгінгі сендерге жасаған видеом осымен аяқталды. Ұнаса каналға тіркеліңдер. Видеомды толық көргендерің үшін сендерге рахмет. Келесі кездескенше. Conor McGregor is for real. I picked the round. Oh, unbelievable! Slept him. Man, what a fight. Two-weight world champion, UFC history, New York, the Irish are back.